Сәлеметсіздер ме? 3-ші сынып әдебиеттік оқу тақырыбы ауыл күзі. 3 мақсаттан тұрады. Бірінші мақсаты өлең, мысал, нақыл сөз, аңыз, бата әңгіменің жанрлық ерекшеліктерін анықтау. Екінші мақсаты өз ойы мен сезімін көркем бейнелі сөздерді қолдана отырып жеткізу. Үшінші мақсаты негізгі түбірге жұрнақ жалғау арқылы туынды сөз жасау, түбірлес сөздердің мағынасын ажырату. Сабақты сәлемдесуден бастаймын. Үлкенге де сіз, кішіге де сіз, құрметпенен сіздерге сәлем бердік біз. Топқа бөлу, жемістер мен көкөністерді себетке жинау арқылы 2 топқа бөлеміз. Топ басшыларын сайлап аламыз. Көкөністер мен жемістер топ басшылары. Бағалау парағымен таныстырамын. Сынып ережесімен таныстырып өтемін. Сабақта бір-бірімізді сыйлаймыз, тыңдаймыз, уақытты үнемдейміз, нақты дәл жауап береміз. Сабақта өзіміздің шапшаңдығымызды, тапқырлығымызды көрсетеміз. Сабаққа белсене қатысып, жақсы баға аламыз. Суретпен жұмыс. Суретте жылдың қай мезгілі бейнеленген, оны неден аңғардың? Суретші қандай бояуды көбірек қолданған? Күз мезгілі саған несімен ұнайды? Алдыңғы білімді еске түсіреміз. Сиқырлы таяқша әдісі арқылы үй жұмысын сұрау. Күз айларын ата. Күз туралы қандай өлең, шумағын білесіңдер? Күзде табиғатта қандай өзгерістер болады? Күз мәтінін жазған кім? Авторы туралы әңгімеле. От шашу арқылы бірін-бірін бағалау. Ширату тапсырмасы. Балалар күзде ауылда адамдар қандай тіршілік жасайды? Ендеше бүгінгі тақырыбымыз ауыл күзі өлеңі. Тақырыпты 3 тілде айту. Ауыл күзі, осень в деревне, виллаж ауты. Тайыр Жарықовтың өмірі мен шығармаларымен таныстыру. Тайыр Жарықов ақын, аудармашы, майдангер. Батыс Қазақстан облысы Жәнібек ауданы Жетісай ауылында дүниеге келген. Алғашқы өлең жинағы Жұлдыз жарығы деген атпен басылып шықты. Тасқын, Тастағы жазу, Құмырадағы дауыл деген сияқты кітаптарды жарық көрген, көптеген туындыларды аударды. Оқулықтарының 82-ші бетін ашып, ауыл күзі өлеңіне назар аударамыз. Бұл өлеңді мәнерлеп оқу керек. Ауыл күзі. Көтеріле аспандай, көкте сұрша бұлт көшіп, жерге інжу шашқандай, күміс моншақ шық түсіп. Қайың, терек басынан сарғылт тартып жапырақ, жерге түсіп шашылған, жел үрлесе қалтырап. Бұтақты бүге балбырап, көз тартады көріңіз, алма піскен албырап, маужырап барқыт қоңыр күз. Енді балалар айтылым тізбекте оқу. Балалар бірінші шумақта шық неге теңеп тұр? Күміс моншаққа. Балалардың бетін неге теңеп жатыр? Қызыл алмаға. Мектепше, анаға. Комбайнды неге теңеп отыр? Кемеге. Балалар бұл өлеңді күзіміздің теңеу арқылы жазған екен. Ендеше теңеу қалай жасалады екен? Оқулықтағы теңеу туралы анықтаманы пайдаланып, өлеңнен дай, дей жұрнақтары бар сөздерді табамыз. Топтастыру. 2 топқа көкөністер тобына постер беремін, жемістер тобына кластер беремін. Жалпы 2 топ көкөністер тобы постерді суретін салып, көкөністердің суретін салып қорғайды. Жемістер тобы топтастырады. Жемістерге нелер жатады? Дәптермен жұмыс. Аспандай
шашқандай, алмадай, кемедей. Осы сөздердің түбірін табайықшы. Балалар, туынды сөз деп қандай сөз атаймыз? Түбір сөзге жұрнақ жалғау арқылы жасалған сөзді туынды сөз дейміз. Дескриптор сұрақтарға жауап береді, дәптермен жұмыс жасайды, түбір сөзді және жұрнақты табады. Өлеңдегі көркем сөздерді пайдаланып эпитет немесе теңеу екенін анықтайды. Эпитет көбінесе сын есім, үстеу, зат есім, етістіктерден жасалады. Көркем әдебиетте тұрақты эпитет жиі қолданады. Ал теңеу дегеніміз дай, дей, тай, тей сияқты жұрнақтары немесе бейне тәрізді сияқты деген сөздер арқылы жасалады. Келесі кезекте балалар кестеге назар аударайық. Бұл кестеде мәтіндегі сөздер мен сөз тіркесі. Эпитет теңеу. Маржан, бидай, қызыл алмадай. Күміс, моншақ, барқыт, қоңыр күз, алтын дария. Бұл жұппен жұмыс жасайды. Өлеңдегі көркем сөздерді пайдаланып эпитет немесе теңеу екенін анықтайды. Дәптермен жұмыс. Белсенді оқу тапсырмасы топта ұжымда. Бірінші топ кестені. Бұл кестеде мақал-мәтелдер берілген. Осы мақал-мәтелдер осы ойға сәйкес келетін өлең шумақтары арқылы табуымыз керек. Екінші топқа автор туралы әңгімелеу. Мақал-мәтелдегі негізгі ойға келетін өлең шумақтарын тауып кестені толтырады, автор туралы әңгімелейді. Отшашу арқылы бірін-бірін бағалаймыз. Сергіту сәтін орындаймыз. Қорытынды. Балалар, бүгін біз не өттік? Ауыл күзі өлеңін кім жазды? Тайыр Жарықов кім? Жұмбақ жемісі ойыны. Жемістің сипатын айтады. Қарсы топ оның жауабын айтады. Бірінші топ. Көктемде ақ гүлге оранады, күзге қолға доп боп оралады. Жауабы не? Екінші топ. Доптар жатыр, желісі бар, қабат-қабат терісі бар. Сызбаға сай күз тақырыбына өлең құрастырып көр. Күркіреп, сіркіреп, албырап, дамылдап. Күн күркіреп, жаңбыр сіркіреп жауады. Алма піскен албырап, қызған еңбек дамылдап. Ендігі балалар, күн көзі бұлт арқылы бірін-бірін бағалаймыз. Рефлексия. Алма ағашы кері байланыс. Алма ағашы әдісі арқылы алмаға сабақтан алған әсерін, білімін жазады. Үйге тапсырма. 82-ші беттегі ауыл күзі өлеңін мәнерлеп оқып келу. Өлеңнің екі топта да жаттап келу. Екі топтың топ басшылары бағалау парағында берілген тапсырмалардың әрбір тапсырмадағы балдарды қосып, ол балдардың жалпы балын шығарып, қорытынды бағасын қойып шығады. Назарларыңызға рахмет.